Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен 9 айлық сәбидің дамуымен бөлісемін. Алдымен қазақ тілді арнамыздың дамуына өз үлесіңізді қосып, қоңыраушаны басып, маған қолдау білдіріп, жазылып алыңыз. Егер жазылып алған болсаңыз, менің арнамды жақындарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Құрметті ана, міне сіздің сәбиіңізге 9 ай толды. Салмағы шамамен 7,9-11 килограмм. Бойы 70-74 сантиметр аралығында болады. Балапанымыз не істей алады, қандай жетістікке жетеді? Бірге көрейік. Тұрамыз және өздігімізден отырамыз. Ата-анамыздың тізесінде секіргенді жақсы көреміз. Екі қолмен шапалақтаймыз, бір қолмен еңбектейміз. Артқа қарай бұрыламыз. Ойыншықтарды екі қолмен алып, өзімізге жақындатамыз. Майда ойыншықтарды бір қолмен, ірісін екі қолмен аламыз. Буындарды қосып бірнеше сөз айта аламыз. Үлкендердің артынан барлығын қайталаймыз. Бөбегіңіз енді жанына жақын адамға бауыр басады. Одан екі елі ажырағысы келмейді. Сізді әрқашан көз алдында ұстайды. Себебі сіз ол үшін осы әлемді танытушы кілтсіз. Сәбидің ең сүйікті ісі жүру. Ол үшін сәби 9 айында тұруға әрекет жасайды. Сәбидің күтіміне барынша қауіпсіздік шарасын ұстанған абзал. Сәбидің ұйқысы күндізгі уақытта 2-2,5 сағатты, ал түнгі ұйқысы 11-11,5 сағатты құрайды. Таза ауада серуендеу, ұйықтау маңызды. Сәбимен жаттығу жасауды ұмытпаймыз. Күнделікті ауа ваннасы 30 минутты құрайды. Жеке бас тазалығын сақтаймыз. Емізуді жалғастырамыз. Емізумен қатар тамағына ет тағамдарын қосамыз. Бүгінгі ақпарат сіздерге пайдалы болған болса, қолдау білдіріп, қоңыраушаны басып, жақындарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.